Әдебиеттік оқу пәні тақырыбы үлкен болған кезінде сыйлы болам өзімде. Бөлім бойынша жиынтық бағалау. Оқушылар, Спандияр Көбеевтің атасы мен немересі мәтінін тыңда. Атасы мен немересі. Ата қартайып, күші кеміді. Нашар көретін, нашар естейтін болды. Ішкен тамағын алдына төгетін болды. Не үшін десеңіз, оның аяқ қолы кәріліктен қалтыраушы еді. Шалдың бұл ісі баласы мен келініне ұнамады. Олар шалдың алдына жаман дастархан жайып, тамақты жаман ыдысқа құйып, бөлек беретін болды. Немересі өзінің әкесіне атамды бөлек отырғызба деуге бата алмайды. Бір күні ол ағаш жонып отырады. Әкесі көріп, шырағым, неғып жатырсың? дейді. Сонда баласы, аяқ істеп жатырмын. Шешем екеуің атама ұқсап қартайғанда, сендерге тамақты осы аяққа құйып беремін, дейді. Бұл сөзді естіп, шалдың баласы ұялып, әкесін бөлек отырғызып, тамақ беруді қояды. Мәтінді өзің түсініп оқып шық. 47-48 беттер. Оқушылар, енді қазір бөлім бойынша жиынтық бағалау жазасыңдар. Ол үшін дәптеріңді ашып, бүгінгі күнді жаз. Қазанның 13-і. Бірінші тапсырма, мәтінді түсініп оқы. Мәтінді түсініп оқып болғаннан кейін берілген тапсырмаларды орында. Бірінші, мәтінге тақырып қой. Екінші, мәтіндегі кейіпкерлерді жаз. Және үшінші, қай кейіпкердің іс-әрекетімен келісесің. Досжан қандай бала деп ойлайсың? Неліктен? Досжанға мінездеме жаз. Мәтіндегі негізгі ойға сәйкес келетін екі мақалды анықта. Үй жұмысы. Кім ойлап тапқан өлеңін жаттап ал. 48-49 беттер.